Елдің бары ашулы, тіпті жүйкесі жүн көтермей тұрады. Бұл неден болды енді? Жағдайдың жоқтығынан деп ойлаймын. Халықтың жағдайы төмен түсіп кеткеннен деп ойлаймын. Жоғарыдағы отырғандардың құлағына жетеді, жетпейді білмеймін. Бірақ халықтың жағдайын қатты қысымға алып жіберді. Мен мынандай нәрсе айтқым келеді. Біздің заңның да қате жерлері көп. Мысалға біреуге көмектесем деп арандап қалып жатқандар бар. Қазір камераны не үшін қойып жатыр? Сен ақ қарасын дәлелдемейсің ба соны? Ал егер соны дәлелдеуге тұрмайтын сол камералар болатын болса, ондай камераның дағы әкесінің ауызы деп айтқым келеді. Кеше Назарбаевты жамандағандар бүгін Тоқаевты мақтайды. Ертең Тоқаев кетсе ол жаман, үшінші адам жақсы болуы мүмкін. Бұл екіжүзділік емес па? Екіжүзділік қой, мен айтып отырмын, екіжүзділік сатқындық. Тек қана Назарбаев емес, кез келген дүниеде орнынан кеткен адам бәрін сатып жатырмыз ғой. Жаңаөзенде қырғын болды ғой. Маған бір журналист жазды, сен неғып үндемей отырсың? Сол халықты көтеріп алып, ертең қырғын болып кетсе, арада арандатушылар көп. Сол кезде сол мен көтерген адамдардың ішінде